Армысыз көрермен, эфирде гимназия жаңалықтары. Студия төрінде мен Жұмахан Анар. Бүгін көретіндеріңіз: өнегелі ата-ана, ұлағатты ұстаз, табысты бала, баянды болашақ жобасы аясында ұлттық өнер ұрпаққа мұра отбасылық шығармашылық байқауы өткізілді. Байқау кезеңдері мен нәтижесі туралы әріптесім Арланбек Назерке тарқатады. Отбасы мен ата-баба дәстүрлерін насихаттау арқылы ұлттық сананы қалыптастыру, ұрпақтар сабақтастық арқылы ата-ана мен бала арасында қарым-қатынасты күшейту мақсатында 4-ші сыныптар арасында шығармашылық байқау өтті. Байқау 3 кезеңді қамтыды. Өнерлі отбасы кезеңі, 2-ші кезең жан шырағы ұлттық әуен кезеңі, 3-ші кезең қолөнер ата-баба мұрасы. Байқау нәтижесі бойынша бас жүлдені 4-ші Ә сыныбы Мамыровтар отбасы мен 4-ші В сыныбы Жорабековтар отбасы иеленсе, жүлделі 1-ші орынды 4-ші Г сыныбы Дүйсеновтар отбасы иеленді, 2-ші орынды 4-ші Е сыныбы Өнгенбай отбасы иеленіп, 4-ші З сыныбы Қалиевтер отбасыда жүлдесі қалмады. Назар сізден, жаңалық бізден болсын. Арнайы 45 News. Алғыс айту күні аясында әкелердің отбасындағы рөлін нығайту, бала тәрбиесіндегі маңызын көрсету және мектеп пен ата-аналар арасындағы байланысты күшейту мақсатында гимназия білім алушыларының әкелеріне форум өткізілді. Форум жайлы толығырақ әріптесім Берікқызы Шырайлым тарқатады. Шара ана мен әке отбасының қосқанатты қойылыммен ашылды. Спикерлер Жамбыл облыстық тарихи-мәдени ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру дирекциясының директоры Қалиев Сауран Қалиұлы, сонымен қатар Сенмен болашақ республикалық қоғамдық бірлестігінің басшысы Бағжанов Дәурен Орайұлы, Жамбыл облысындағы ПД полиция қызметкері инспекторы Қалышев Алишер Тилабекұлы арнайы қатысты. Спикерлер тарихтағы әкелер және жалпы отбасылық құндылықтардағы әкенің рөлі, саналы ата-ана болу, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу туралы құнды ойлармен бөлісті. Өнерпаз оқушылар өнер көрсетіп, әкелерге ән арнады. Форум соңында гимназия директоры Сәрсенбекова Айнұр Игітайқызы спикерлерге және шараға қатысқан белсенді әкелерге алғыс білдірді. Өнегелі ата-ана, ұлағатты ұстаз, табысты бала, баянды болашақ жобасы аясында ойлы оқырман отбасы сайысы өткізілді. Сайысқа ата-ана мен оқушы топ болып қатысып, Зейнеп Ахметованың Күретамыр кітабын талдады. Сайыс 4 бөлімнен тұрды. Бірінші кезең таныстыру бөлімінде қатысушылар топ атауы, ұстанымдары, эмблемасын таныстырды. Екінші суреттер сөйлейді бөлімінде экраннан көрсетілген суреттерден салт-дәстүр, ырым-тыйымға қатысты бейнені тауып мағынасын ашып айтты. Үшінші дәстүріңді дәріпте бөлімінде берілген сұрақтарға жауап берсе, төртінші асыл сөздің шебері бөлімінде қатысушылар берілген сөздің мағынасын ашып, ой шеберлігі мен шешендіктерін көрсетті. Көктемнің алғашқы күндермен бірге келіп бізді қуантатын ерекше мереке бар. Ол өмірге шапағат шашатын, әлемге жылылығын сыйлайтын 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. 8 наурыз көктемнің шырайлы мерекесі, әйел аналарға, аяулы ұстаздарға деген ыстық ықылас пен алғыстың күні. Ана мейірім мен жылылықтың, ұстаз білім мен парасаттың нұрын себуші. Осы орайда саналы ғұмырын білім мен тәрбиеге арнаған, бізді білім нәрімен сусындатып, ақ жол көрсеткен ардақты ұстаздарымыз да мерекелік кештің қонағы болып қайтты. Жаңалықтар легін гимназия жетістіктерімен жалғастырайық. Міржақып Дулатовтың шығармашылығын өскелең ұрпаққа кеңінен таныстыру, тәуелсіз ел руханиятындағы маңызын зерделеу, егемен еліміздің әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосу мақсатында ұйымдастырылған Оян қазақ атты облыстық эссе байқауында 10-ші Ә сынып білім алушысы Оршыбек Мөлдір жүлделі 3-ші орын иеленді. 20-шы Зерде республикалық 2-7 сынып оқушылары арасында зерттеу жобалары мен шығармашылық жұмыстардың конкурсынан Марат Асият пен Марат Сафият 2-ші орын иеленді. Жұмысшы мамандықтар жылына орай Шерхан Мұртаза атындағы халықаралық Тараз университетінің Күлтөбе интеллектуалды пікірсайыс клубы ұйымдастырған ITUSC Cup облыстық пікірсайыс турнирінде жүлделі 3-ші орынмен Худайбергенова Даяна мен Абубакирова Каусар марапатталды.
Облыстық Ақшағала хореографиялық фестиваль байқауына гимназиямыздың Аяла би тобы қатысып, үздік өнер көрсетіп, бірінші орынмен марапатталды.